Өзінің 9 ғасырлық кенттену кезеңінде Бабата топырағы да талай қырғын қырқысты, жаншыберекке түйілген жаугершілікті, шаңырақты шайқалтып, ошақ отын озбырлықпен өшірген ойранды бастан сан рет кешірген. Осындай қиын қыстау кезеңнің аумалы төкпелі жаугершілік заманның кейбір үзік созық суреттері халық санасында сарымайдай сақталып, көңіл түкпірінде қасиетті тұмардай қатталып, бүгінгі күнге жеткен. Олардың ішіндегі ең елеулілерінің бірі Теміртонды Өтеміс туралы аңыз. Ел аузындағы аңыз әңгімелерге құлақ қойсақ, Бабата қаласының басына тағы бір сын сағаты қара бұлттай түйіле төнген шақта Теміртонды Өтеміс деген арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, батыр, әрі құралайды көзге атқан мерген адам қорғанға басшылық етсе керек. Міне сол Өтеміс жағаласқан жауға қамалды қолдан бермеу үшін жергілікті халықты қорғанысқа ұйымдастырып жанаямай шайқасады. Ақырында құмырсқадай құжынаған жаудың өлермендікпен жасаған үздіксіз шабуылына төтеп бере алмай, қорған қирап, күш қайрат сарқылуға таянғанда Өтеміс батыр қасындағы шағын тобымен қапысын тауып жаудан жылыстай сытылып, Бабата маңындағы тауға шығып кетіпті. Ол кезде Бабата төңірегіндегі таулар мен өзен бойлары ит тұмсығы батпайтын ну қамысты, қалың жыныс орманды болып келеді екен. Сөйтіп жолдастарымен бірге таудың бір оңтайлы жеріне табан тіреген Теміртонды Өтеміс қол қусырып қарап отырмай, жаудың ізін аңдып, қорған сыртына құтырған иттей сенделіп шыққан дұшпан сарбаздарына көктен құлдилаған қаралашындай түйіліп, тұтқиылдан тарпа бас салып, оларды қырып кете беріпті. Қорғанға қыстап шыққан жау әскерлері Өтеміс батырдың жазғы күнгі жасындай тосыннан жайпап кететін ұрымтал ұрысынан әбден зардап шегіп, көп шығынға ұшыраса керек. Күн жылымықтанып, күнгей жақтан соққан алтын күрек желінен жер дегдей бастасымен, қанды кегі қыс бойы ішіне беріш боп қатқан қатыгез жау басшысы Өтеміс пен оның қанды көйлек жолдастарынан кек алу үшін тауға көп әскер аттандырыпты. Жан берісіп жан алысқан арпалыс айқаста дұшпанның талай сарбаздары баудай түсіп, жер жастанады. Өтеміс батырдың ержүрек жауынгерлері де тең емес шайқаста түгелдей опат болады. Осы соғыста ауыр жарақат алса да Теміртонды Өтеміс жау қолына түспей қапысын тауып құтылып кетіпті. Қамалдан кеткелі қамданып жатқан жау әскерінің қолбасшысы барлық жайға қаныққан соң Өтемісті қайткенде де қолға түсірмекке бекем бел буыпты. Ат ерған аты, Алпамыстың байшыбары, Қобыландының тайбурылы, Манастың аққұласы, Қамбардың қарақасқасы, Кендебайдың керғұласы секілді Теміртонды Өтемістің де қуғанды құтқармайтын, қашса шаңына дәлестірмей кететін сыралғы сәйгүлігі бар екен. Толарсақтан саз кешіп, ауыздықпен су ішкен талай-талай қиын қыстау кезде тар жол тайғақ кешуде тақымында жүріп, сыры әбден есіне мәлім болған желден жүйрік жануарына Өтеміс батыр өте сенетін болса керек, өзі дамылдап жатқан шақта оны тұсамай бос жібере салады екен. Соғыстан ауыр жараланып, әрі қарпысудан қалжырап шыққан ол, жау таба алмас қалың жыныс ішінде әл жинап демалуға жатыпты. Аты бұрынғы әдетінше қасында байырқалай бос жайылып жүреді. Аңдыған жау алмай қоймас демекші, Теміртонды Өтемістің мұндай дағдысын әлдебір сатқыннан біліп алған дұшпан, дереу Өтеміс айғырының үйірінде болған 2-3 биені тауып әкеліп, жерге жығады да олардың жуан қара санына қылбырау салады. Малы кеш малды жан төзбес бұл азапқа шыдай алмай, құлындағы даусы құраққа шыға кісінейтін көрінеді. Үйіріндегі биелердің ащы даусын естісімен, қорғанға шауып келген айғырды басқыншылар жан жағынан қаумалап бұғалық тастап ұстап алыпты. Аз кем тыныстап, жан шақырып, көз шырымын алған соң тоят тапқан қаршығадай сергек бас көтерген Өтеміс батыр жақын маңда атының жоқ екенін көреді. Біраз із кескеннен кейін атының жау қолына түскенін түйсініп, көңілі мүлде құлазып, еңсені езген ауыр ойларға батады. Ақыры, қой, жаратқанның пешенеме жазғаны осы болса оған не шара? Атағымды асырған, кемтігімді жасырған елімнен, кеше ғана бірге күліп ойнап жүрген қатарлас құрбы теңімнен, енді міне жауға шапқанда жан серігім болған тұлпарымнан айырылып отырмын. Жалғыздық Құдайға ғана жарасқан деген ыпырас. Ұяластарынан айырылып,
жапан дүзде көкке мойын созып сая қылған көк жолдай жалғыз жортқанда өзіме не опа, жаныма не шипа таппақпын. Не де болса жауымнан жастығымды ала жатайын. Жазмыштан озмыш жоқ деген ойға тастай түйініп, алдағы атар таңнан, шығар күннен күдер өзіп, бақиға біржола бекем бел байлаған Өтеміс батыр, бес қаруын бойына асынып, Бабатаға жаяулап өзі келеді. Жарақтанған жымысқы жау да текке қарап жатпаған еді. Жемтік көрген қара құзғындардай жан-жақтан андағайлап лап қояды. Батыр жаралы екенін де елең қылмастан, жолбарысша жұлқысып, қасқырша қарпысып, жауды жапыра қатты қайрат көрсетіпті. Ел ішіндегілердің бірі Өтеміс бақандай 3 күн ұрыс жүргізіпті десе, енді біреулері 3 сағаттай ұрыс салыпты деседі. Қалай болғанда да қасыққаны қалғанша қайтпай, жаумен жан аямай жағаласқан есілер, дұшпан сарбаздарының жан-жақтан жаңбырдай жаудырған сансыз соққыларынан ақыры қансырап құлап түссе керек. Ол кездері досты гүлі егескен дұшпанда бағалайтын заман ғой. Теміртонды Өтемістің ерен ерлігіне еріксіз сүйсініп, барынша тәнті болған басқыншылар оны бірер күн күтіп бағып есін жиғызады да, сен біртуар батыр екеніңді көрсеттің, сондықтан өзіңді жау болсаң да өлімге көзіміз қимай отыр. Егер біздің қатарымызға қосылып, ханымызға адал қызмет етуге уәде берсең, өміріңді өзіңе сыйлап, сәйгүлігіңді қайтарамыз. Алда талай ұлы жорықтар, жойқын жеңістер бар. Соған сені бірге ала кетеміз. Осыған келісім берсең, бір басыңда айбарыңды асыратын абырой атақта, берекеңді тасытатын қисапсыз байлықта, жаныңды жай таптырар бақытта болады. Бұл фәниде тіріпендеге бұдан артық не керек деп әбжыландай арбай бастайды. Туған жердің туын, өскен елдің ар-намысын жоғары ұстайтын, жазықсыз жандардың нақақ төгілген қаны жүрегімен жадына мәңгілікке, өшпестей қайғы қасірет таңбасын салған Өтеміс батыр, жауларының әзәзіл арбауына илікпейді. Ақыры Өтемістің өз сойылдарын соқпасына көздері кәміл жетіп, амал айлалары таусылған дұшпандар оны арқанмен шандып байлап тірідей тұрғызып қойып, жан жағынан кесекпен қалап биік дуал жасап жіберген. Тіпті тірідей көміп жатқанның өзінде әлі де есек дәмеден арыла қоймаған жау жоғарыда айтылған ұсынысын 3 рет кірпіш Өтемістің тізесіне дейін, кеудесіне дейін, және ең соңғы рет кеңірдегіне дейін қаланғанда тағы қайталаған көрінеді. Сонда Өтеміс тәкаппар түрде, жауымнан жасқанып, жалпақтап жүріп жер басқанша қасқайып тұрып қайыспай өлгенім мың артық деген екен. Теміртонды Өтемісті тірідей көмген жер Бабатаның батыс жағында болған. Елім деп еңіреген есілердің есімін қасиеттеп қастерлеген халық, егер Өтеміс тірідей көмілген дуал құласа ақыр заман болады екен деп аңызда шығарған. Қазан төңкерісінен кейінгі ай дейтін ажа жоқ, қой дейтін қожа жоқ, шолақ белсенділерді оқалақ тиген өгіздей одыраңдатқан, Құдайы қолдап күтпеген жерден қолына билік тиген жетесізге жел беріп, жезөкшедей желіктірген жылдары бір әпербақан жоғарыдағы аңызды құлағы шалған соң, ал ендеше сол ақыр заманды мен ақ көріп алайын деп, әлгі қасиетті дуалды жермен жексен еткен көрінеді. Жергілікті халық кейін сол ұрдажық жынданып кетті деседі. Кім білет, раста шығар. Бірақ әулие тұтар әруақты еш шімірікпей қорлауына қарап, оның соған дейін-ақ кеңкелес емес екеніне күдік келтірмеске лаж жоқ. Сан ғасыр жайма шуағының да, ызғырығының да куәсі болып, қилы-қилы тағдырды талайынан өткерген Бабатаның батырлары тек осы Теміртонды Өтеміспен шектелмесі айдан анық. Алайда өкінішке қарай, олардың көбінің есімдері, еңсеге ерліктері әзірге тарих тозаңының астында бүркемеленіп, бүгінгі ұрпақ назарына ілікпей жатыр. Махамбет Жәмекұлы.